Құрметті достар, құрметті подписчиктер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да экранда Шерзат Муратович. Бүгін соншама ұзақ уақыттан үзілістен кейін сіздермен тағы да прямой эфирде жолығып тұрмыз. Әрине бұл прямой эфир білесіздер IGTV-ға сақталады. Осы IGTV-дан сіздер көруіңіз мүмкін. Мен адамның кіруін күтіп жатқан жоқпын. Бірден осы өзімнің бүгінгі айтатын сіздерге тақырыбым туралы бастайын деп жатырмын. Яғни бүгінгі тақырыбымыз, қазір менен көп адамдар сұрап жатыр, яғни сетевой бизнесті қазір сондай моментта, қазір или офлайн, или онлайн жұмыс жасау, қайсысын жасасам екен, екеуін қалай бірге алып жүре аламын деген сұрақтарды, мысалы, или болмаса клиенттерді, мысалы, қалай хотя бы 50% қалай біз клиентті бизнеске қоса аламыз деген сұрақтарды беріп жатыр. Яғни, мысалы, 10 адамға сіз информация беретін болсаңыз, одан 5 адам, мысалы, бизнеске қосылу керек. Осы нәрсе адамдарды қызықтырып жатыр қазір. Енді мен сіздерге нақты айтамын, чтобы 10 адамнан 5 адам ол 100% болатын нәрсе. Ол нәрсені просто так дұрыс біз жүргізуіміз керек. Яғни ол дегенде қалай? Мысалы, қараңыз, бізге сонда үйретілді, мысалы, сетевой бизнесті әрқашан 10 адамға сіз информация беретін болсаңыз, сол 10 адамның біреуі, екеуі, максимум үшеуі бизнеске қосылуы мүмкін. Бізге осылай үйретті. Мысалы, максимум 2-3 адам қосылуы мүмкін. Атақ қалған 7-8 адам обязательно отказ береді. Осылай бізді, мысалы, үйретті, яғни бізге осылай жол көрсетті, мысалы. Енді қазіргі уақытта сондай мүмкіншілік бар, егерде дұрыс, яғни біздің системамыз істеп жатқан, сол адамдарға беріп жатқан біздің информациямыз, яғни ол адамдармен біргелікті байланысқа шығып жатқан біздің системамыз егер дұрыс болатын болса, не только 5 адам, 7-8 адам бізге деп бизнеске келетіндей мүмкіншіліктер бар. Бізде қателіктер қай жерде? Мысалы, ең маңызды қателіктерді айтайын. Мысалы, біз любой кез келген адамды бизнеске шақырған кезде, ол адаммен обязательно біз, былайша айтқанда, собеседование, яғни информация бөлісіп жатқан кезде, біздің рөліміз ол адамдарға жарты сағат, 1 сағат бойы миын ашыту. Яғни жарты сағат, 1 сағат біз не по тему біз сөйлесеміз. Мысалы, өзіңіз қараңыз, 2 бизнесмен бірге отыратын болса, олардың әңгімесі қызық болады. Не үшін? Өйткені единомышленники. Олар бір түрлі ойлайды. Бір нәрсені ойлайды, дұрыс па? Мысалы, 2 таксисті отырғызып қоятын болсаңыз, 2 дәрігер, 2 мұғалім біргелікте отыратын болса, олардың әңгімесі қызық болады. Олардың әңгімесі ұзақ уақытқа жалғасуы мүмкін. Не себепті? Өйткені олар бір нәрсе туралы ойлайды. Бір түрлі ойлайды, единомышленники. И содан кейін олардың әңгімесі қызық кете береді постоянно. Енді сіз сетевой бизнесқа, мысалы, бір айтайлық таксист шақырдыңыз, Таксист шақырдыңызда, сіз оған продукция, бизнес туралы айтып жатсыз. Мысалы, оған ол тема әлі түсініксіз. Ол теманы білмейді әлі. Мысалы, әлі изучать етіп көрмеген, түсінбейді. Дұрыс қой? Сондықтан оған бұл нәрсе қызық болмауы мүмкін. Енді арасында жа айтқандай 10 адамнан 2-3 адамға қызық болып қалуы мүмкін, атақ 7-8 адамға бұл нәрсе қызық болмайды. Дұрыс па? Енді мұны қалай дұрыстаймыз? Мысалы, 2-3 адам бізге отказ беріп қалуы мүмкін, бірақ та 7-8 адам деп бізбен келісуі мүмкін. Бұның жолы қалай? Мысалы, біз адамды шақырған кезде, всегда информация берейін деген кезде, ойланыңыздар. Ол адамның первичный, яғни бірінші мотиваторлық факторы не? Ол адамға данный момент не қажет болып тұр? Сіздің продукцияңыз қажет болып тұр ма? Бизнесіңіз қажет болып тұр ма? Или болмаса қандайда бір жаңа адамдармен танысқысы келе ма ол адамға? Или болмаса өзінің бір собственный жұмысын ашқысы келе ма? Мысалы, осы нәрсені біз ол адамнан біліп алуымыз керек алдын ала. Бұл нәрсе, яғни айтылады, бірінші мотиваторлық фактор. Яғни ол адамға бірінші орында қазіргі таңда не мотивация бере алады? Осы нәрсені біз ол адамнан шығаруымыз қажет. Түсініп отырсыздар ғой? Егерде біз сол нәрсені шығара алатын болсақ, сол кезде біздің темамыз бір болады. Көрдіңіз ғой? Біз сол адамның өзінің ішіндегі керек болып жатқан нәрсесі туралы біз тема қозғайтын болсақ, сол кезде, әңгімеміз сол кезде жарасады. И ол адам с удовольствием бізді тыңдайды. Содан кейін ең соңында оған шынымен де не керек екенін біліп сол тема туралы сөйлескеннен кейін ол адамға расымен де сетевой бизнес қажет па жоқ па, біз ол нәрсені білеміз. Сол кезде ол адам без проблем біздің бизнеске қосылатын болады. Көрдіңіз ғой? Сол үшін
бизнесте әрқашанда мен бұны білмейтінмін бұрын. Правильно, яғни дұрыс жерде дұрыс сұрақ қойып үйрену керек. Яғни ол адамның ішіндегі нәрсені біз тек қана сұрақ арқылы, яғни открытый, ашық сұрақ арқылы шығара аламыз. Басқа жолмен шығару қиын. Өйткені ол адам өзінен өзі айтпайды ешқашан. Одан кейін адаммен амалы барынша көбінше тет-а-тет кездесу керек, яғни бірге бір. Өйткені бірге бір кездескен кезіңізде ол адам біреуден ұялатын жағдай болмайды. Мысалы 5 адам, 10 адам, 20 адаммен кездесетін болсаңыз, ол адам всегда ойлануы мүмкін, е? Ұялуы мүмкін, мысалы айта алмауы мүмкін. Дұрыс қой. Сондықтан всегда адаммен тет-а-тет сөйлесіп үйрену керек. Егер де біз тет-а-тет сөйлесіп үйренетін болсақ ол адаммен, ол адамға мысалы керекті ашық, открытый вопростарды беретін болсақ, сол кезде ол адам ашылады. Оған данный момент не қажет? Оның бірінші мотиваторлық факторы не, мысалы, осыны біз анықтап аламыз. Содан кейін біз ол адаммен мысалы жарты сағат сөйлесеміз бары қалай мысалы, и ол адам с удовольствием біз тыңдайды. Сол кезде көресіз, ол адам отказ бере ала ма, әлде жоқ па. Себебі ол адам, бір нәрсені ұмытпаңыздар, мысалы біз білеміз, чтобы каждый адамға ақша керек, финансовый свобода керек, каждый адамға денсаулық қажет, мысалы, каждый адамға мысалы путешествие қажет, каждый адам мысалы былайша айтқанда жақсы өмір сүргісі келеді, бірақ та бұл сізге қазір данный момент қажет. Клиентке ол нәрсе қажет па, әлде жоқ па, біз оны білмейміз ғой. Сондықтан бізге не үшін қарсылық білдіреді? Сол нәрселер қажет екенін біз біліп тұрмыз, ол адамға қажет сол нәрсе. Бірақ сонда да бізге қарсылық білдіреді, сонда да бізге отказ береді. Не себепті? Себебі бұл нәрсенің, бұл идеяны сіз айтып отырсыз ол адамға. Идея сіздікі. Ал идея ол адамдікі емес, клиенттікі емес яғни. Егер де клиент, жаңа айтқандай, бірінші мотиваторлық факторын өзі айтатын болса, бұл идея ол адамдікі болады. Значит, ол адам никогда қарсылық білдірмейді, сізді мұқият тыңдайды, өзіне керек ақпаратты алады, содан кейін обязательно бизнеске қосыла бастайды. Көрдіңіз ба? Біздің қателіктеріміз қазір таңда осы. Жарты сағат бойы, 1 сағат бойы, керек уақытында кей кезде адамдарда сондай болады, 1,5 сағат бойы біз информация беретін уақыттар болады. Адам жалығады. Түсініп отырсыз ғой, 40-45 минуттан кейін адамның миына информация кірмейді, все. Ары қарай все, ол адамға қажет емес оны айта бергенің. Сондықтан өзіңізде уақытыңызды үнемдеуге, қадірлеуге, и біреуінің де уақытын үнемдеп қадірлеуге әрекет жасауымыз керек. Яғни біздің жұмысымыз қалай? Врач и пациент болу керек. Біз мысалы врач болатын болсақ, клиент как пациент болу керек. Не себепті? Мысалы, араларыңызда врачтарға көрініп жүрген адамдар болса, білесіздер, чтобы врачтың қасына барған кезде сіз өзіңіздің бір проблемаңызбен барасыз. Дұрыс па? Қазіргі уақытта болып жатқан проблемаңызбен. Именно сол проблеманы, сол врачтың көмегі арқылы мысалы решать етуге болады. Оны сіз білесіз. Дұрыс қой? И сосын врачтың қасына келгеніңізден кейін врач сізге не істейді? Обязательно ол сұрақ қоя бастайды. Не жалобыңыз бар, не үшін келдіңіз? Содан кейін не істейсіз? Сіз өзіңізде болып жатқан проблема, жалоптарыңызды айта бастайсыз. Ол тыңдайды мысалы, тыңдағаннан кейін не істейді? Ал осындай жағдай болған кезде не істедіңіз? Қандай жол ұстандыңыз деп сұрайды. Сіз тағы айтасыз, мысалы, не істегеніңіз, дәрі іштіңіз ба, басқа нәрсе істедіңіз ба, барлығын сіз айтасыз оған. Дұрыс па? И чтобы сіз біліп тұрсыз, чтобы ол адам қазір сізге бір пайдалы нәрсе айтады, или керекті лечение жазады, сіз сол нәрсені істейсіз, и өзіңізді жеңіл сезінетіңізді біліп тұрсыз. Сондықтан одан керекті информацияны алуға асығып тұрсыз. Біздің де жұмыс дәл солай болу керек. Біздің де жұмысымыз, біз врач как клиент, пациент болу керек. Пациент как клиент болу керек. Сол кезде сіз дұрыс сұрақтарды беріп бастайсыз. Ол адам өзінің ішіндегі барлық нәрсені айта бастайды сізге. Содан кейін сіз оның керекті проблемасını табасыз. И сол проблема туралы ол адамға тақырып қозғайсыз. Содан кейін барып сіздің сөздеріңіз жараса бастайды. Содан кейін барып оның действительно осы нәрсе, именно сетевой бизнес оған осындай өзінің проблемасын решать ететіндей жолды айтасыз, и сол бизнес планыңызды көрсетесіз. Сол кезде көресіз, ол адам сізді ары қарай тыңдай ма, ары қарай тыңдамай ма. Вот, пожалуйста. Осы нәрсе қазір таңда өте маңызды. Ассалаумағалейкум. Yok, bemalol, men kirmam. Yok, men maytda ish qilyapman aka, to'g'risi. Prямой эфирdaman hozir. Siz bemalol kiravering, kirib chiqa bersin adam ayimlar. Men просто shu vaqtim foydalanib sal ish qilib olay. Кешіріңіздер достар, маған адам келіп қалды. Сондықтан
Енді қараңыздар, осы нәрсе ең маңызды, біздің темаға қайтайық. Осы нәрсе қазір таңда өте маңызды екен. Сондықтан адамның ішкі мотиваторлық факторын біз таппай тұрып, біз никогда ол адамды біз өзіміздің темамызға қоса алмаймыз. Ол адам закрытие болады, бұлай закрытие, мысалы, осылай отырады, жарты сағат, 1 сағат, 1,5 сағат. Ол адам конкретно жалқаннан кейін дейді кетеді, все. Ойланып көрейін, хабарласайын, все, кетеді. Көрдіңіз бе? Ол адам жоқ болады. Арасынан 1-2 шығып қалуы мүмкін, кішкене жаңағыдай, жанып тұрған жаңағыдай адамдар болып қалады өзі. Сондайлар бизнеске қосылуы мүмкін, қалғаны қосылмайды. Ал біз жаңа айтқандай, керемет мотиваторлық факторын тауып, сол тема арқылы біз сөйлесетін болсақ, иншалла, Құдай қаласа, керемет результаттар болады деп ойлаймын. Өйткені бұл менің әлі практикамнан, мен бұл практиканы әлі 100% полный уже біраз уақыттан бері істеп жатқан жоқпын, бірақ аз уақыт болды. Бұл практиканы істеп келе жатырмын. Иншалла, результаттар өте жақсы. Адамдардың қызығушылығы, адамдардың темаға, тақырыпқа тартылуы өте керемет. И соның артында сіз ол адаммен не только бизнес құрмасаңыз да, бірақ та әдемі қарым-қатынас ұстап қаласыз. Уақыт келеді, ол адам сізді бақылап жүреді, көріп жүреді. По-любому ол адам бір күні бизнеске келеді. Көрдіңіз ғой, Сондықтан керек жерде керек сұрақты беріп үйрену керек. Мен өзім осы Қазақстан Республикасына, Қазақстан бойынша өзіме сондай бір керемет мықты партнерларды қазіргі таңда қарастырып жүрмін. Яғни маған жаңағыдай үйінде жатқан, бос жатқан, құр бекерші адамдар қажет емес, достар. Маған жаңа жұмыс істеп жүрген, бір өзінің жақсы привычкалары бар, мысалы, алдына мақсат қоя алатын, сол мақсатына қарай жүре алатын, сондай бір шешімі бар, сондай адамдар қажет, достар. Егер араларыңызда сондай адамдар болатын болса, пожалуйста, маған жазыңыздар. Мен сіздермен әрине байланысқа шығамын. И өзімнің қазіргі таңдағы пошагово системамен таныстырып, осы система арқылы сізді 6 ай ішінде, иншалла, 6 ай ішінде $2000-3000 жалақы шығаратындай мүмкіншілікті бәрін үйретіп, көрсетіп, біргелікті әрине жұмыс жасаймыз. Мен өз білгенімді әрине сіздерге үйретемін, көрсетемін, көмегімді беремін. Иншалла, соның артында бір тамаша результаттарға шығамыз деген үміттемін. Сондықтан маған прямой дайректке жазуларыңызға болады, хабарласуыңызға болады. Офлайн болсын, онлайн болсын, кімде қай системаға үйкемі бар, мысалы офлайнға ма, онлайнға ма, мен сол нәрсені үйрете аламын. Пока онлайн білмеймін дейсіз ба, мен офлайнда сізді $2000-3000 жалақы шығаруға көмек бере аламын. Онлайн болса онлайн, разница жоқ. Главный, біз адамдармен дұрыс жұмыс жасап үйренуіміз керек. Адамдарға мақсатымыз бизнесті пихать ету емес, адамдардың ішіндегі нәрсесін тауып, сол нәрсеге керекті ақпаратты беріп, сол туралы сөйлесіп, ол адаммен как дос сияқты біз қарым-қатынасқа кірісуіміз керек. Осы қазіргі таңда бизнестің өте тамаша секреттерінің бірі. Бұдан басқа тамаша еще секреттері бар бизнестің, сетевой бизнестің, иншалла. Кім менің командама қосылып жатса, мен әрине ол адамдармен осы системамен бөлісіп, иншалла, керемет результатқа шығаруға өз көмегімді тигізем деп ойлаймын. Осымен біздің эфиріміз аяқталды, достар. Сіздерді күтемін.